Бүгінгі жұма уағызының тақырыбы дұға құлшылықтың мәйегі. Бұл ислам шариғатындағы дұға мәселесіне кірместен бұрын дұға сөзінің тілдік және шариғаттағы мағынасына тоқталғанды жөн көріп отырмыз. Дұға сөзінің араб тіліндегі мағынасы шақыру дегенді білдіреді. Ал шариғатымыздағы мағынасына келетін болсақ, пенденің Раббысынан жалбарынып сұрауы дейді. Қандай да бір пенде өзінің Раббысынан дүниелік немесе ақыреттік нәрселерін жалбарынып сұрауы, ол шариғатымызда дұға деп аталады екен. Сондықтан бұл жаратушымызға дұға жасау, одан тілек тілеп сұрау адам баласының табиғатына тән нәрсе екен. Өйткені Раббысынан, жаратушыдан, Алладан бейхабар кейбір адамдардың басына бір қатты жағдай түссе, ауыртпашылық түссе, лезде не дейді? Алла сақтай көр дейді. Ол бұның алдында Алла туралы, Алладан сұрау туралы ештеңе білмесе де не істейді? Мені сақта деген секілді сөздерін айта бастайды. Сондықтан бұл дұға деген нәрсе адамның табиғатынан Аллах Тағала солай жаратқан екен. Енді адам баласы бұл өмірде діні үшін, дүниесі үшін, ақыреті үшін пайдалы нәрселердің барлығын Алладан шын жүректен сұрайтын болса, Аллах Тағала істейді, оны қабыл етеді. Өйткені бұл турасында Алла Тағаланың Құран кәрімдегі аяттар мен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның көптеген хадистері бар. Міне, осы аят хадистерге жеке-жеке тоқталатын болсақ, ең бірінші Бақара сүресінде Аллах Тағала айтады: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб. Егер де пендем мен туралы сұрайтын болса, мен оған жақынмын дейді. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Егер де ол адам, ол пендем менен дұға тілеп сұрайтын болса, мен оның дұғасын қабыл етемін дейді. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Бірақ аяттың соңында не дейді? Маған иман келтірсін дейді. Маған жауап берсін дейді. Екі шарт бар да. Мен олардың дұғасын қабыл етемін. Қашан? Маған иман келтірсе және маған жауап берсе дейді. Ғалымдарымыз не дейді? Маған жауап беру деген сөзі Алланың бұйрықтарын орындап, тыйғандарынан тыйылған халде Алладан сұраса, Алла оның дұғаларын қабыл етеді дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұдан да басқа аяттарда Алла Тағала Құран кәрімде Estağfurullah billah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyya. Сендер Раббыларыңнан қорыққан күйде және де жасырын күйде дұға қылыңдар дейді. Қорыққан күйде және де ешкім көрінбейтін кезде жасырын іштен шынайы қылған дұғалар иншалла қабыл болады дейді. Иннаху ла юхиббул муътадин. Расында Алла Тағала шектен шығушыларды ешқашан жақсы көрмейді дейді. Бұл дұғаға байланысты екінші аят болса, бұдан кейін тағы бір аят келтіреді Алла Тағала Құран кәрімде. Estağfurullah billah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Раббыларың айтып жатыр, маған дұға қылыңдар, мен сендердің дұғаларыңды қабыл етемін деп атады. Инналлазина ястакбирuna an ibadati. Ал менің құлшылық ғибадаттарымды тәкаппарлықпен орындамаған адамдар болса дейді. Алла бұйырған намазды, Алла бұйырған оразаны, Алла бұйырған Құран кәрімдегі басқа да барша бұйрықтарына, Аллаға деген құлшылыққа тәкаппарлықпен қараса. Алдында уағызымызда айттық,
барлығымыз мешітте намаз оқып тұрған кезде бір кісі келіп, ей, мыналардың барлығы не істеп тұрсың деп Алланың қолшылығына тәкаппарланып сөйлеп жатыр. Көрдіңіздер ме? Ал Құран кәрімде дейді: "Инналлазина ястакбируна ан ибадати". Егер де кімдегі менің құлшылықтарыма солай тәкаппарлықпен қараса, саядхулуна жаханнама дахирин. Ол адам қор болған күйінде тозаққа кіреді дейді. Егер де ол сол істеген күнәсіне тәубе етпесе, Алладан кешірім тілемей, дәл сол сенімінде, дәл сол ұстанымда дүниеден өткен болса, ол жаханнамға кіреді. Сондықтан біз естуіміз керек, өзіміздің жаратушы Раббымыздан дұға қылып сұрап тұруымыз керек. Енді осы дұғаға байланысты Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның көптеген хадистері бар. Сол хадистердің бірінде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам не дейді? Ад-дуау хувал ибада. Дұға ол құлшылық деген. Дұға ол құлшылық. Біз қалай намазды құлшылық санасақ, қалай оразаны, қалай зекетті, қалай қажылықты құлшылық деп санайтын болсақ, дұғаны да құлшылық деп санауымыз керек екен. Өйткені дұға қылған адамға Алладан құлшылық қылған болып есептеліп, сауабы жазылады, күнәлары кешіріледі деген. Одан кейін тағы бір хадисінде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам дейді: "Ад-дуау мухул ибада". Дұға құлшылықтың бастауы деген. Араб тіліндегі мух деген сөз ми деген ғой. Адамға ми қалай пайдалы, қандай өзекті, қандай маңызды болса, діндегі құлшылықтың маңызы ол дұға деген. Көрдіңіздер ме? Ад-дуау мухул ибада. Құлшылықтың негізі, құлшылықтың миы, құлшылықтың дәнегі ол дұға деп айтқан Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Одан кейін тағы бір хадис келтірейік. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде: "Лайса шай'ун акрама ала Аллахи азза ва джалла мин ад-дуа". Әлемдердің Раббысы Аллах Тағаланың алдында дұғадан басқа керемет ештеңе жоқ деген. Акрам деген маңызды, құрметті болған нәрсе ол дұға деп айтқан. Енді одан кейін тағы бір Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның хадисіне тоқталып өтейік. Ол хадисте былай келеді: "Иннал абда ла яхтау мин ад-дуа illa ihda thalath". Дұға етуші адам дейді, ол дұғасы босқа кетпейді дейді. Егер де дұға етсе бір адам, оның дұғасы босқа кетпейді. Мына үш нәрсенің жоқ дегенде біреу орындалады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: кім дұға қылса, сұраса, мына үш нәрсе болады. Осының біреуі не істейді? Міндетті түрде орындалады дейді. Оның біріншісі не дейді? Имма зәмбун юғфару лах. Жасаған дұғасы қабыл болып, ол дұғасы бұл дүниеде болып жүзеге аспай жатқан болатын болса, онда ол адам өкінбеу керек екен. Менің дұғам қабыл болмады деп өкінбеу керек екен. Ол сол жасаған дұғасы үшін не істейді екен? Оның күнәсі кешіріледі екен. Көрдіңіздер ме? Сен қаншалықты Құдайдан кешірім тілейсің, қаншалықты дұға жасайсың, соншалықты сенің күнәларың кешіріле береді. Екіншісі не дейді? Ва имма хойрун юаджалу лах. Жасаған дұғасы дереу қабыл болады дейді. Дереу орындалады дейді. Одан кейінгі үшіншісі ва имма хойрун юдаххару лах. Немесе оның жақсылығы қияметке сақталып тұрады дейді. Пенделер бұл өмірде Құдайдан сұрайды. Сұрай береді. 5 уақыт намазынан кейін сұрайды. Сәждеде жатып сұрайды. Тахаджудке жатып сұрайды. Бірақ бұл өмірде оның ешқандай белгісі болмаса дейді, онда қияметтің күні сауап таразысы еселене береді екен.
Екі нәрсе бар дейді. Қияметтің күні барған кезде адамдар таң қалады екен да. Менің сауабым осындай болып кететіндей, мен не істедім дейді. Оның біріншісі дұға деген. Өзі білмейді оның сауабының көбейіп жатқандығын. Бірақ та дұға жасау арқылы оның сауаптары көбейіп жатыр дейді. Екіншісі не екен? Таң қалатын нәрсесі ол артындағы қалған салиқалы ұрпақтың оған жасаған дұғасы екен да. Өзі ол сауаптарды істемей кетті, дүниеден өтіп кетті. Бірақ та артынан салиқалы ұрпақтары оның артынан садақа беріп, оның артынан дұға қылса, оның сауабы көбейеді екен. Ал сол сауаптарды ол істемеген, таң қалады да, сол кезде не істейді? Осы екі амал туралы оған хабар беріледі, көрдіңіз. Сондықтан әрдайым біз дұғада болуымыз керек. Күнәларымыздың кешірілуін, бұл дүниеміз бен ақыретіміздің жақсы болуын, бұл өмірдегі ақырымыздың хайырлы болуын Алладан сұрауымыз керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты ғой, бұл дүниеде қаншама адамдар бар, өмірінің соңына дейін жәннати амал істеп жүреді де, өмірінің соңында жәннатқа бір қарыс қалған кезде тозақи амал істеп тозаққа кіреді дейді. Оның ақыры хайырлысы болады деген. Ал бір адамдар бар, олар бұл өмірде тозақи амалдар жасап жүреді. Тозаққа бір қарыс қалған кезде жәннати амал істеп, ол жәннатқа кіреді. Сондықтан ешкім бұл өмірде істемеу керек. Мен намаз оқып жүрмін, мен ораза ұстап жүрмін, мен 5 уақыт мешітке барып жүрмін деп масаттанып, өз-өзіне таң қалып, сол нәрсесінен айырылып қалмау керек та. Өйткені оның соңы ақыры қалай болатынын бір Алла біледі. Ал бір маскүнемді көрсек, бір күнәһарды көрсек, біз оны мынау күнәһар, мынау маскүнем, мынау пәлен, мынау түген деп оны жер жебіріне жетпестен, оның ақырының жақсы болуын Алладан сұрауымыз керек. Өйткені ақырымыздың қандай болатынын Алла ғана біледі. Сондықтан біз әрдайым дұғада болып, осы нәрселерді Құдайдан, Раббымыздан, Алладан сұрап отыруымыз керек. Енді дұға туралы біраз нәрселер айттық. Енді осы дұғаны жасауда қандай әдептер бар? Қандай әдептермен жасасақ дұғамыз қабыл болады? Міне осыған тоқталғанды жөн көріп отырмыз. Ең бірінші дұғаның әдебі أن يكون الداعي موحدا لله تعالى. Дұғаның ең бірінші әдебі, дұға қылушы адам тек қана Алладан ғана сұрау керек. Егер де ол адам дұғасының ішіне Алладан басқа біреуді қосатын болса, ол ең бірінші Аллаға серік қосқан болады, және оның дұғасы қабыл болмайды. Бізде көп тараған нәрсе, аталарымыз болады, үлкен егде жасты ағаларымыз болады. Олар дұғаның мәніне, дұғадағы мәтінге мән бермей жаттап ала салады да. Әуелі Алла қолдасын, еш жамандық болмасын, әуелелер қолдасын. Ал дұғаның шартында не деп жатыр? Тек қана Алладан ғана сұра дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, бәтеңкеңнің бауын сұрасаң да Алла береді деді. Бәтеңкеңнің бауы болса да Алладан сұрау керек екен. Сондықтан біз дұға қылған кезде дұғамызда не айтып жатырмыз, соған мән беруіміз керек екен. Түркістанда арыстан баб, Ағидепте Ағишан, Көкедепте Көгишан, Мәдинеде Мұхаммед, бірдеңе деген дұғалардың барлығы жатқан жер біздерді желеп жебеп жүр деген сияқты сөздерді қосу, ол Аллаға серік қосқан болса. Бұдан қорқуымыз керек. Аллах тағала адам баласының бұл дүниедегі қандай жасаған күнәсі болса да кешіруі мүмкін. Зина істеп қойса, ұрлық істеп қойса, біреудің ақысын жеп қойса, намаздарын байқамай тәрк етіп қойса, кешіруі мүмкін Алла. Алла кімдерді кешірмейді бұл өмірде? Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Расында Аллах тағала өзіне серік келтіргенді ешқашан
кешірмейді. Ал басқа күнәларын қалаған пендесіне кешіруі мүмкін дейді. Сол себептен дұға қылған кезімізде ең бірінші біздің есімізде болатын нәрсе Алладан ғана сұрап, одан басқа ешкімді серік келтірмеуіміз керек. Одан кейінгісі екінші біздің дұғамыздың әдебі әл-ихласу лиллахи тағала. Дұға қылған кезде адам ықыласты болу керек. Адам ықылассыз немқұрайлы дұға қылмау керек. Ол адам дұға қылып жатқан кезде сену керек, Алла менің дұғамды қабыл етеді деген. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламнан келетін хадисте не дейді? Әл-ихласу шартун лиқубулихи. Дұғаның қабыл болуының шарты ол ықыласты болу деген. Көрдіңіздер ме? Сондықтан адам баласы дұға қылған кезде ықыласты болу керек. Алла қабыл етеді иншалла. Алла маған осының сауабын нәсіп етеді иншалла. Болмаса Алла менің күнәмді кешіреді иншалла. Міне, осындай ықыласпен, ниетпен дұға қылған болатын болса, иншалла, онда не істейді? Оның дұғасы қабыл болады. Көбінесе дастарханда отырғаннан кейін тұрып барған кезде не істейді? Бақытты берекен дастархан болсын деп тұрып кете салады. Ықылас жоқ, дым жоқ. Әйтеуір дұға қылып, атаға айтарды, ата романның салтынан асып кетпейді. Жоқ. Сен сол жерде отырған кезде де иншалла ықыласпен жақсылап тұрып, Алла ішкізіп жегізгеніңе шүкір деген дұғаны жасайтын болсаң, сауап болады бізге. Көрдіңіздер ме? Міне осындай ықыласпен біз дұға жасап жүруіміз керек. Үшіншісі, أن يسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى. Алланың көркем есімдерімен сұрау дейді. Өздеріңіз білесіздер, Алла Тағаланың 99 есімі бар. Алланың 99 есімімен сұрау дұғаның әдептерінен екен. Өйткені Алла Тағала Құран кәрімде «Валиллахи асмаул хусна фад'уху биха». Алланың сондай көркем есімдері бар, сол көркем есімдермен сендер дұға қылыңдар деп бұйырған. Көрдіңіздер ме? Я ғаффар мағынасы кешірімді деп, менің күнәларымды кешір. Я рахим, мені өз рахметіңе бөле. Я раззақ, маған адал рызық бер. Я ғафур, ей кешірімшіл, менің күнәмді кешір. Я ваххаб, ей сыйлық беруші, маған сыйлық бер. Көрдіңіздер ме? Алланың осындай көркем есімдерімен сұрауымыз керек. Сосын бар Алланың әл-қаххар деген есімі бар да. Сондай қахарлы дейді. Алла, сен мені өзіңнің сондай қахарыңнан сақта деп дұға жасауымыз керек. Көрдіңіздер ме? Осылайша Алланың көркем есімдерімен дұға жасасақ, ол да дұғаның бір әдептерінен болып саналады деген құрметті жамағат. Одан кейінгісі әс-санау ала Аллахи тағала қобла дуаи бима хуа ахлу. Және де біз әрбір дұғамыздың алдында, әрбір дұға жасардың алдында әлемдердің Раббысына мадақ айтуымыз керек. Я Алла, сен кемшіліктерден пәксің. Я Алла, сен жалғызсың. Я Алла, сен мұңсызсың. Я Алла, сен тумадың. Я Алла, сен туылмадың. Я Алла, сенің ешқандай серігің жоқ. Сенің басқа ешқандай күш құдіретке лайықты ешкім жоқ. Міне, осындай Алланың құдіретін, Аллаға мадағымызды көп айтуымыз керек екенін көрдіңіздер ме? Одан кейінгісі бесінші. Осы Аллаға мадақ айтып болғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға салауат айтуымыз керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға салауат. Дұғаның алдында кім деген пайғамбарға салауат айтып дейді. Және дұғаның соңында пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға кім деген салауат айтатын болса, онда оның екі ортасындағы дұға міндетті түрде қабыл болады деген. Ал біз барлығымыз дұғамыздың қабыл болғанын қалаймыз. Ақыретіміздің, бұл өміріміздегі дүниеміздің барлығы жақсы болғанын қалаймыз. Бірақ та қайсымыз осы амалдар жасап жатырмыз, көрдіңіздер ме? Дұғамыз қабыл болу үшін осы нәрселерді әрекет қылып жасап, ықыластылығын істейтін болса, иншалла қабыл етеді. Біз намазда әт-тахияттың, салауаттың соңында дұға жасап, екі жаққа сәлем береміз. Әт-тахият деген ол Аллаға мадақ. Одан кейін салауат деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва салауат намаздың соңындағы. Одан кейін екі жаққа сәлем берместен бұрын
намаздың ішінде дұға қылатын болса, иншалла, ол да міне дұғаның әдептеріне сай келіп, ол да иншалла қабыл болады екен. Одан кейінгісі 6-шы дұғаның әдебі истиқбалул қибла. Біз қыбла тарапқа қарап отырып дұға жасау сүннет екен. Бір отырыстарда, жиындарда, садақаларда арқамыз қарап қалса, немесе жанымыз қарап қалса, онда тағы ештеңе жоқ. Бірақ негізі қыблаға қарап тұрып, бағытталып тұрып жасалған дұға болатын болса, онда ол абзалырақ болады екен. Одан кейінгі дұғаның тағы бір әдебі рафъул ядайни, екі қолды көтеру. Екі қолды көтеріп тұрып дұға жасау пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңбыр сұрап дұға қылған кезде қолын көтергендігі соншалық дейді, иығына жабылып тұрған шапан түсіп кетті дейді. Абу Бәкір радиаллаху анху алып көтеріп иығына қайтадан жауып қойған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұға жасаған кезде бетін сипамастан қолын түсірмейтін еді дейді. Көрдіңіздер ме? Қолды көтерудің сүннет екендігі, әдеби екендігі. Ал қазіргі кезде біздің ортамызда отырған бір сәләфи болатын болса, қолды көтеру бидағат қой, аузубилля дейді. Сен қаяқтан алдың бидағат екендігін? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан хадис келіп тұрса, оны айтатын мынау, сен туалетке баратын кезде туалеттің алдына қолын көтеріп жайып тұрмайсың ғой дейді да. Дұғаның әр жердегі өзінің әдебі бар ғой. Оны келтіріп тұрған мысалы ғой, жаңағы қолды көтермесең де болады деген сияқты. Бірақ та пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қолын дұға қылған кезде көтеріп, содан кейін істеген, бетін сипамай түсірмеген. Бетіңді сипап жатсаң, бетіп қарайды да. Бір христиандардың амалын істеп жатқан сияқтысың да. Ол діннен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті. Тіпті өздерінің мынау шейх деп жүрген ибн баздарының өзі фатуа берген ғой, бетіңді сипасын, онда проблема жоқ деген да. Ал қазалда жүрген қандай шейхтар білмеймін да. Сондықтан дұғаның әдебіне келген кезде қолды көтеру, қыблаға бағытталу және де қолымызды, бетімізді сипамастан түсіруіміз бұл дұғаның сүннеті әдеби екен. Осы нәрселерді иншалла біз қаперімізде ұстап, сақтап жүруіміз керек екен. Одан кейінгі тағы бір оның әдебі дұғаның әл-яқин биллахи та'ала би-иджабah. Дұғаның қабыл болатынына яқин, нақты сенім. Ай қабыл болмайды ау, ай болмай қалады ау осы, ай бермейді ау деген сияқты бір көңілінде кірбің болмау керек та ол адам. Осы нәрсені шарт етіп істеу керек, қою керек. Одан кейінгісі әл-иктар минал мас'ала, және де Алладан көп сұрауды. Алладан көп дұға қылу, көп сұрау дейді. Өйткені Аллах Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар. Алладан кім сұрамаса дейді, оған Аллах Тағала ашуланады дейді. Кім-кім Алладан қолын жайып сұрамаса, Алла оған ашуланады. Ал егерде кім-кім Алладан қолын жайып сұраса, Алла оның қолын жайып сұраған дұғасын бос қайтарудан не істейді? Ұялады дейді. Бізге керек па дұғамыздың қабыл болғаны? Бізге дүниеміздің жақсы болғаны керек қой. Ақыретіміздің жақсы болғаны керек. Ал егер осы нәрселердің барлығы бізге мұқтаж болып тұратын болса, онда біз Аллаға мұқтаждығымызды білдіруіміз керек. Ал Аллаға дұға жасамау тәкаппарлардың амалынан дейді. Көрдіңіз бе? Тәкаппар неге? Ол өйткені керек емес оған Алладан. Ол өзі істеп жатыр бәрі. Малды дүниені өзі тауып жатыр. Жоқ, оған Алла беріп жатыр. Осы нәрсені қаперінде ұстау керек та барлық адам. Және де ешқашан тәкаппар болмау керек. Тәкаппар адам ол тозақтың шұңқырына түсетін адам. Аллах Тағала тәкаппарларды ешқашан жақсы көрген емес.
Сондықтан біз дұғамызды иншалла әрдайым жасап жүруіміз керек. Және де бұл дұғаның қабыл болатын жерлерін айтады. Қай кезде дұға тез қабыл болады? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтатын бір хадисінде, егер де пенде жаңбыр жауып тұрған кезде дұға жасаса дейді, онда иншалла оның дұғасы қабыл болады дейді. Жаңбырдан түскен әрбір тамшымен бірге жерге періштелер түседі дейді. Періштелер түсіп, оның дұғасын қабыл етеді деген сөз емес, бірақ та періштелер не істейді? Оның қылған дұғасына әмин деп тұрады да, көрдіңіздер ме? Ал егер де кімде-кімнің әмин дегенімен періштелердің әмин дегені сәйкес келіп қалса, онда не істейді? Оның дұғасы қабыл болады деген. Одан кейінгі не? Адам сәждеде жатқан кезде дұға қылса, Раббысы мен пенденің ортасындағы ешқандай перде болмайтын сәт, ол сәждедегі сәт екен. Сәждеде жатып сұрауымыз керек Алладан. Бұл өміріміздің, ақыретіміздің жақсы болуы. Түнде тұруымыз керек та. Адамдардың барлығы ұйықтап жатқан кезде тұрып дұға жасауымыз керек. Біз бір көйлегіміздегі дақты бір шелек сумен жуып кетіруіміз, біз сондай әлсізбіз. Ал бірақ та кімде-кім түннің ішінде тұрып, көзінен бір тамшы жас шығаратын болса, менің күнәларымды кешір деген. Онда Аллах Тағала оның күнәсі аспан мен жердің ортасындай болса да кешіреді. Одан кейінгісі, ол дұғаның тағы да қабыл болатын жері, ол Арафатта тұрған кездегі дұға дейді. Кімде-кім қажылыққа барған болса, ол Арафатта тұрып, Раббысынан тілеген болатын болса дейді, онда оның да иншалла дұғасы қабыл дейді. Сондықтан осындай дұғаның қабыл болатын жерлерін, дұғаның қабыл болатын уақыттарын біз өзімізге бекем ұстанып біліп, осындай кездерде иншалла дұға жасауымыз керек. Ең бірінші иманымыздың байлығын, бұл өмірдегі иншалла өміріміздің соңына дейін мұсылман болып, тақуа болып өмір сүруімізді Алладан сұрауымыз керек. Өйткені бұл өмірде адам баласы неше түрлі сынаққа кездеседі. Бізге берілген байлық, бізге берілген кедейлік, бізге берілген нығметтің барлығы сынақ. Кейбіреулер ойлауы мүмкін да, кедейлікпен және де аурумен Алла мені сынайды деп. Жоқ. Алла сені байлықпен де сынайды, Алла сені денсаулықпен де сынайды.